Қаратай бейтаныс жігіттің кісіні матап тастар сиқыр торына қас-қағым сәтке түсіп қалса да, тез тізгінін жиып, қызмет бабы арқылы қанына сіңіп қалған керенау мінезбен орнынан тұрып, коридорға шығып кетті. Шамалауымша, бұл кісі сіздің әкеңіз болу керек деді жігіт газеттің біреуіне үңіліп, қыз жаққа назар да аудармай. Оқуға алып бара жатыр ғой, шамасы. Мұндай кісілер сөз жоқ түсіреді. Бірақ оған ұнамай қалғаным анық. Бағила намысты нысанаға абайтылған мынадай декір сөзден жарыла жаздап, ернін тістеледі. Жарылмақ түгіл жаңқа боп кетсең де, жігіттің мұнымен түк шаруасы жоқ. Әлгі сөздерді газеттен оқып отырғандай төмен салбыраған басын көтерер емес. Әлгі сөзін бұл қыздың естіп отырғанын, жай ғана естіп емес, қорланып отырғанын сөзсе де сезбегендей қалып танытуы Бағиланың бейтаныс жігітке деген, сонымен бірге алғаш рет өзге біреуге деген өшпенділігін оятты. Мұндай сөздерді ол өмірінде ешкімнен естімеген және естемін деп ойламаған да еді. Және сол ойламаған нәрсесі тұңғыш рет алыс сапарға аттанып бара жатқан жас қыздың алдынан әдегеннен шыға келуі қуаныш пен бақытқа масала сұрған балам көңілге мұз басқандай әсер етті. Ол не деп жауап қайтарарын, тіпті өзін бұдан әрі қалай ұстарын да білмей, өң мен түстің арасында сілейіп отырды да қалды. Бар ойы, бар үміті тек әкесіне тіреліп, оның тезірек келуін, сөйтіп, мынадай азапты халден тезірек құтқарып, не болса да сөзімен жаратылысы жиденің қызыл тікендей көрінген мына жігітті өзінен алысырақ алып кетуін іштей тілеумен болды. Қызының осы ойын сөзіп, тез арашалап алмақ болғандай осы сәтте әкесі де купеге кіріп келді. Жалғыз емес, қасында шығарып салуға келген ауданның тағы бір басшысы, вокзалдың бастығы мен пойыздың бригадирі және бір топ адам дабырлай кірді. Әкесінің бәз баяғысынша өзіне таныс салмақты да, паң қимылын көріп, оңыр даусын естігенде Бағила өзін алынбас қамалға енгендей, азапты тордан бір жола құтылғандай қуанып, алғаш рет оған деген балалық сөзімі, балалық алғысы, балалық ризалығы мен балалық мақтанышы шындап бас көтерді. Барлық бала атаулыға тән қасиетпен ол да әкесін жақсы көретін, сыйлайтын, бірақ оны дәл қазіргідей жүрегі лүпілдей сүйіп, оны іштей мақтан тұтып көрген еместі. Адамға тән қуаныштың қадірі мен қасиетінде ол алғаш рет сөзінгендей болды. Әкесімен бірге еріп келген дүрмек одан мың мәртебе кешірім сұрай отырып, бейтаныс жігіттің басқа купеге ауысуын өтінді. Мына секілді өтініштен гөрі зорлыққа көбірек ұқсайтын сөзден жігіттің өңі сұрлана, анталап тұрған адамдарға сұқтана қарады. Бұл қарасты ешқашан айтылмайтын, айтылса да ешкімнің ұға алмасын ұғындырған терең мән жатты. Сүйектен бастау алып, жүректен жасанып шыққан сөзбен ой жанарға кейіп үймеледі де, тыңдаушысын табалмасын сөзіп, бойға қайта тарады. Оның жанары төмен түскенде қолы да чемоданға қарай созылар деп ойлаған жұрт аз-кем тынши қалып еді. Жігіт асығар сыңай танытпады. Газетке қайта үңілді. Осы кезде артық ауыз сөзден, орынсыз шудан шошынған вокзалдың тапалдау келген жирен мұрт бастығы Қаратайдың коридорға қайта шығып кеткенін пайдаланып, жігіт құлағына әлдене деп сыбыр ете түсті. Жігіт селт еткен жоқ. Айтқан сөзінің оған зәредей әсер етпеуінен вокзал бастығының өзі шошынайын деді. Ол әлгі үйренген құлағына қайта иіліп кеп тағы бір деңелерді айтты. Жігіт орнынан тұрды. Газеттері мен заттарын жинастырды. Сөйтті де, анталап тұрғандарға түгел бір қарап шығып, сіздерге жаным ашыған соң ғана көндім деді. Вокзал бастығының соңынан ерді. Қаратай ішке кірді. Жүзінде жеңістің, үстемдіктің салтанатының нышаны да жоқ. Осылай болуы керек. Қайта реніш байқалатын сияқты, осылай болмағанына. Бейтаныс жігіт шығып бара жатқанда Бағила оның жүзіне көз тоқтатып қарады. Чемоданын қолына алғанша одан құтылуға асығып отырған қыз, енді ол шығуға ыңғайланған сәтте ішкі жанашыр сөзімен көз тоқтатып еді. Оның тұлғасы мен бет пішініндегі алғашқы тәкаппарлық пен ешкімге бас емес паңдылықты тағы тауып, таңдану мен аяушылықтың жұмбақ ортасында қала берді. Пойыз орнынан қозғалды. Бағила сонда ғана аңғарды, шығарып салуға келген адамдар тым көп екен. Бұл олардың көпшілігін жай ғана шырамытады, кейбіреулерін тіпті де білмейді, көргенде адамдары емес сияқты. Папа, шаршадыңыз ба деді Бағила әлден соң еңсені басқан ауыр үнсіздікке тезе алмай. Әкесі жоқ, уайымдамай-ақ қой дегендей қызына күле қарап, басын шайқады. Бұл кісі де әлгі жігіт жайлы ойлап отырды ма екен деді Бағила іштей, мүмкін емес. Ол қалып бара жатқан қыруар жұмысын уайымдап келе жатқан шығар. 2 аптадан кейін конференцияда баяндама жасауы керек. Несі бар деді іштегі қарама-қарсы ой тағы бір шеттен бас көтеріп, бұл кісі де адам ғой және өз ісіне есеп беріп үйренген адам.
Бейтаныс жігіт жайлы ойласа, оның несі өрескел. Оның үстіне ол жеңілді ғой. Оңай жеңілді. Басын имей жеңілді. Өз емес өзгелерді аяп жеңілді. Бұл сөзді әрине папам да есітті. Бәлкім, сирек кездесетін, әсіресе әкемнің алдында көлденең тұрар мұндай мінездің тіпті осыған дейін болмауы да мүмкін ғой. Ендеше ол туралы аз ғана сәтке неге ойланбасқа. Проводник кеп Қаратайдың төсегін жаңалады. Бұл орында бейтаныс жігіт жатқан. Проводник жастықтың тісін ауыстырған кезде оның астынан бір парақ қағаз шықты. Бір беті толық жазылыпты. Проводник оны стол үстіне қойды да, негізгі жұмыс бұл емес, жастықтың тісін ауыстыру дегенді аңғартқандай қимылын жеделдете түсті. Ол қағазға Қаратай да мән берген жоқ. Қызыға өзі, жек көру мен ынтығудың арасы бір-ақ адым екенін Бағила болмысымен ұғынбаса да, осы сәттен бастап өзінің бар ынтызары жартылай жазылған әлгі қағазға ауғанын сөзді. Кекейіне шешілмес жұмбақ тастап. Кеткен адам ақ қағазға не жазды екен, онымен не туралы сөйлесті екен. Ондағы жазулар міндетті түрде өзі осы көзге шейін тыңдап, естіп, оқып келген сөздерден мүлдем бөлек болуы мүмкін. Қалай болғанда да Бағилаға осылай көрінді. Кенет найзағайдай сап ете түскен жаңа ойдан оның тұла бойы дір етіп, демі жиілеп сала берді. Бейтаныс жігіт қалып қойған қағазына қайта айналып соғуы мүмкін ғой. Бағила ол жігіттің қайта айналып соғуын іштей қалады ма, қаламады ма, ол жағын өзі де анық аңғара алмады. Әйтсе де, ұзақ жылдар бойы ізет пен құрметтің, кішіпейілділік пен мейірімнің ғана бесігінде бөленіп, тып-тыныш, бір қалыпты баяу өмірі бүгін ғана түлер алдындағы үкідей бір сілкініп өткенін, сол сілкініс оның тынышын алғанын сөзінбеске шарасыз еді. Папа, шөлдеген жоқсыз ба? Шай әкеп берейін. Бағила бұрын соңды басына оралып көрмеген бір-біріне кереғар ойдың шырмауына төтепте, жауап та бере алмай, содан құтылудың оңай тәсіліне көшіп, өзін бөгде қимылмен алдандырмақ боп бекінді. Бірақ әкесі әлі шөлдемегенін, біраз демала тұратынын айтып, оны купеге, сонымен бірге шырмау ойдың қамауында қалдыра бірді. Купе есігі жайлап ашылып, ар жағынан рұқсат па екен деген ер адамның даусы естілгенде, Бағила орнынан ұшып тұра жаздады. Мұның шошып кеткеніне, ақ сүтке қан тамғандай екі бетінің албырап шыға келгеніне жігітте таңданиш аз кем мүдіріп қалды да, Қаратай Исаевич, сізге қазір ештеңе қажет емес пе? Деп келген мақсатын білдіріп шықты. Қаратай Бағилаға айтқан әлгі сөзін оған тағы қайталады. Жігіт кешірім өтініп, есікті бұрынғы қалпынша жартылай жауып кетті. Бағила кейіннен білді, бұлармен бірге көрші купеде екі жігіт келе жатыр екен. Әлде өз жұмыстарымен келе ме, әлде әкесіне еріп келе ме, ол жағын Бағила түсінген жоқ. Папа, сіз жайғасып алыңыз, мен коридорға шыға тұрайын. Мейлің, қызым. Тынығып алғанымда жөн болар. Мұның бойындағы әдеттен тыс бір өзгерісті ол сөзді ме, қызының сөзіне бірден келісе кетті. Бағила коридорға шығып, ашық терезеден сағымды маң далаға көз жіберді, шетсіз да шексіз. Бүкіл дүние тек осындай қырқасыз жазықтан тұратын секілді. Бір көрген адам мына сияқты аптапты далада байлап қойсаң шынжырын үзіп қашуға құмбыл екенін жасыра алмас еді, өзі де сол ойдан аулақ еместі. Бірақ өткен жылы бір ай Қырымда демалып, бір ай Балтық жағалауы республикаларын аралап, қайтып келе жатқанда, осы маң дала көзіне оттай басылған. Дүниедегі барлық жасыл алқаптардан сағым оранған аптапты даласы әлдеқайда жақын, әлдеқайда қымбат екенін аңғарды. Және де сол бұдырсыз дала өз жүрегінен қашан орын алып, алысқа ұзағанда орны бөлек сағыныш боп, санасын билер дәрежеге қашан жетіп үлгіргенде сөзген емес. Даланы тамашалап тұрсыз ба? Желке тұсынан сыпайы, жұмсақ үн естілді. Бағила жайлап мойнын бұрғанда өзіне қарап күлімсіреп тұрған, әлгінде ғана кешірім сұрап кеткен жігітті көрді. Оның бұл үнде жас қыздың көңілін аулаудан гөрі, не бұйырасыз, қызметіңізге әзірмін деген құлдық орды мағына қоюрақ жатыр еді. Өзін қашанда сылап-сипап жұрт алдында ізетті, алғыр, сыпайы, ақылды боп көрінуге тырысып, бір күй, бір қалыптан таймайтын бидай өңді сұлуша келген осы жігітті Бағила әкесінің жанынан ауық-ауық көріп қалды. Мейлі, Байрон. Сіз қызық екенсіз, бір жоғары, бір төмен жарайды, 4. Сонан соң, Маяковский. 5 тағы. Тағы кім бар еді? Осындайда білетін ақындардың бірден есіңе түспейді. Әуезов.
Әуезов Бағила ынта-шынтасымен сыңғырлай күлді. Ол ақын емес қой, прозаик, жарайды, ары қарай бос қиналмай-ақ қойыңыз. Оның үстіне әлгі атаған ақындарыңызды институт түгілі мектеп бітірмеген адамдар да атап бере алады, және олар сіздің сүйікті ақыным деп иемденер дәрежеден шығып кеткен. Сүйсеңіз де, сүймесеңіз де білуге тиістісіз. Сүйікті ақындарыңызды атаңшы дегенде мен бүгінгі көзі тірі ақындарды айтып едім. Даланы тамашалап тұрсыз ба? Желке тұсынан сыпайы, жұмсақ үн естілді. Бағила жайлап мойнын бұрғанда өзіне қарап күлімсіреп тұрған, әлгінде ғана кешірім сұрап кеткен жігітті көрді. Оның бұл үнде жас қыздың көңілін аулаудан гөрі, не бұйырасыз, қызметіңізге әзірмін деген құлдық ұрды мағына қоюрақ жатыр еді. Өзін қашанда сылап-сипап жұрт алдында ізетті, алғыр, сыпайы, ақылды боп көрінуге тырысып, бір күй, бір қалыптан таймайтын бидай өңді сұлуша келген осы жігітті Бағила әкесінің жанынан ауық-ауық көріп қалатынды. Оның осы сыпайылығы мен мәдениетті, инабатты боп көрінуге тырысқан жасанды күлкісінің ар жағында қандай ой, қандай мағына жатқанын бұл ешқашан аңғара алмаған. Және мұндай күлкі мен сыпайылықтың ар жағында не жатқанын білу үшін оның жүзіне көз тоқтатуға Бағиланың дәті шыдаған емес, керісінше онымен кездейсоқ ұшыраса қалса байқамаған боп бұрылып кететінді. Міне, дәл қазірде ол алғаш көргендей жымия қарап тұр. Көңілі қаламаса да әйтеуір бірдеңе деп жауап қайтару керек екенін түсінген қыз. Иә, тамашалап тұрмын деп күбір ете салды. О, дала деген ғажап қой. Бірақ Алматыға не жетсін? Барған соң, егер қарсы болмасаңыз, сізді қыдыртуға уәде берейін. Мен Алматының не бір ғажайып әсем жерлерін жатқа білемін. Алматыда мен де болғам. Талай рет, Бағила оның биіктен құлаған судай арындап келе жатқан сөзіне бір шама тоқтау салмақ боп, сөзін нықтап айтты. Солай ма? Дегенмен Алматыны, әсіресе оның төңірегін біліп болдым деп айту қиын. Білесіз бе, Алматының өзінен гөрі оның төңірегі сұлу, деді Тұрғат. Мүмкін. Мен онда 5 жыл оқыдым. Туып өскен жерім де сол төңірек. Егер сөзімде артық ауысарын байқалса, кешірім өтінем, туған жерге қарай жол жүріп келе жатқандығымнан шығар. Сізге керімсал тиіп қалмасын, керімсал адамға суықтан жаман тиеді. Рахмет, тие қоймас. Дегенмен байқаңыз, ол қызға аса жанашыр кейіппен бір қарап қойды да, сөзін қайта жалғастырды. Әрине, әркімнің өзі туған жері өзіне ыстық. Сіз әлі жассыз, кейінірек бәрін өзіңіз түсінесіз. Шынымды айтсам, әуелгіде бұл жақтан тұра қашқым келді. Бірақ Қаратай Исаевичтан қысылдым. Қазір үйреніп, бауыр басып қалған сияқтымын. Әйтсе де, туған жерді сағынатының не екен, сіздің басыңызда осындай жағдай болды ма? Әрине. Сенбеймін. Туған жерге ынтыға қоятындай сіздің басыңыздан үлкен оқиғалар өткен жоқ. Тым болмаса, мен секілді әскер қатарында да болып көрген емессіз. Ол өз сөзіне өзі разы боп, әрі қыз көңілін аулай түсу ниетімен біраз қарқылдап күліп алды. Мен алыста, Германияда болдым. Сол кезде бар ғой, нансаңыз, өңім түгіл түсімде де көрмеген сіздердің мына маң далаларыңызды да сағындым. Туған жерін сүйе алмаған, сүйе алар ма туған елін деген бір өлең бар ғой, сол тауып айтылған. Туған жер жайлы бұдан басқа өлең білесіз бе? Білеміз ғой. Студент көзімізде көп оқушы, қазір уақыт қайда? Қол тимейді. Жоғары жақ бізден, қандай өлең оқыдың? Деп емес, қанша процент орындадыңдар? Деп сұрайды. Бағила болар болмас өзу тартты. Қыздың күлгенін тапқырлығына балаған жігіт, бізде мұндай әңгімелер әлі көп дегенді аңғартып, галстугын түзеп, ту алысқа қараған боп кеңкілдей күлді. Айтыңызшы, туған жер жайлы басқа қандай өлең білесіз? Жігіт галстугын түзеді. Қап-қара мұртын сипады. Сонан соң мұрнының ұшына бір тамшы қызыл бояу тамызды да, ол тез жайылып, бидай өңді жүзі боза ішкен адамдай. Түп-түгел қызарып шыға келді. Есте жоқ, деді ол басын сілкіп, қазір оқыған нәрсең есте де тұрмайтын болды. Неге, деді Бағила оның жүзіне бірінші рет таңдана қарап. Жұмыс, тағы да жұмыс. Шегі де, шеті де жоқ. Айтыңызшы, Циолковскийдің жұмысы жоқ болған деп ойлайсыз ба? Жігіт енді оған таңдана қарады. Оны неге сұрап тұрсыз? Әрине, көп болған. Сол кісі әдебиет жайлы мақалалар жазған ғой, естімек пе едіңіз? Оны білу үшін пәлендей көп уақыттың қажеті жоқ. Егер кім не біледі деген тақырыпқа викторина өткізер болсақ, онда әрқайсымыз